келінде көздеріңді көрпелер. Мұраттарды алайық, оны жерге салайық, мойынларын басайық, біз қозыға тарайық. Сенізді көгейіп, құрақтарды төсейіп, әдемілеп шет-шеттің ине-жіппен тігейік. Мұңымыздан тұрайық, құрақтарды жасайық, бізден көрде жасайық, өмірімізге жасайық. Қандай әсем көрпелер, төрімізге өрбелер, құтты қонақ келгенде төсереді көрпелер. Ал енді балалар қонақтармен амандасып алайық. Қандай? Дұрыс айтасыздар. Қазір қай мезгіл? Қыс мезгілі. Қыс мезгілінде неше ай бар? Қандай? Желтоқсан. Қазір қай ай? Ақпан айы. Балалар, қыс мезгілінде қандай өзгерістер болады табиғатта? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мінекей балалар, енді біздің бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетіміз менің болашақ маманым деп аталады. Ал енді мен сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Кімнің ата-анасы қандай қызмет атқарады? Кәніги бәріміз. Ал Тамир, сен бастай қойшы. Сенің әкең қандай жұмыс жасайды? Теміржолшы. Нұрислам, сенің мамаң мен папаң қандай жұмыс жасайды? Мұғалім. Асима, сенің анашың қандай жұмыс жасайды? Дәрігер. Әлібек, сенің әкең қандай жұмыс жасайды? Мұғалім. Қазына, сенің анашың қандай жұмыс жасайды? Мұғалім. Еркеназ, сенің анашың қандай жұмыс жасайды? Дәрігер. Аймеке, сенің әкең қандай жұмыс жасайды? Теміржолшы. Қызай, сенің